Баршаңызға сәлем, қымбатты менің көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Міне күн санап жаңа жылда келіп қалды. Енді осы бір жаңа жылдық салаттардың өте бір қарапайым, қолжетімді түрімен бөліскім келеді. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Ол үшін мен салатқа осы бір 2 сардельке алып жатырмын. Астына ет салсаңыз да, балық салсаңыз да, енді өзіңіздің қалауыңызда. Кубиктап, не уақтап, осылай жапсылап турап аламыз. Бұл менің салатымның бірінші қабаты болады. Міне мен турап болдым. Енді салат жасайтын тарелкама сразу салып тастап жатырмын. Енді сондай-ақ көк жуа алдым. Көк жуа алсаңыз да, пияз алсаңыз да өзіңіз білесіз. Өзіңіздің қолыңызда не бар, соны бәрін сала бересіз. Бұл салаттың ерекшелігі бетіндегі оформлениесі болып тұр ғой. Әртүрлі оформление, өзімнің қолымнан келетін оформление сіздерге көрсеткім келді. Негізгі мақсатым бөліскім келді. Енді 2 картоп пісіріп қойдым, оны да уақтап, кубиктап турап аламыз. Достар, егер де мен арнама тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің әрбір күнбе-күн осындай салатын видеоларымды көріп тамашалап тұрасыздар. Мен өзімнің өмірлік жинаған тәжірибеммен үнемі бөлісіп отырғанды жақсы көрем. Ұнаса жақсы жерлерін алыңыздар. Өз ойларыңызды білдіріп, пікірлеріңізді қалдыруларыңызға болады. Енді бұл менің кешегі жасаған өзімнің корей салатым. Соның қалғанын салып жіберіп жатырмын. Және 2 ғана жұмыртқа пісірдім. 2 жұмыртқаны мен ең бірінші оформлениеге осындай торт жасайтын насадкалармен домалақтап алып жатырмын. Мына жұмыртқаның қалың жеріндегі қалың болып кеткен жерлерін ортасынан бөліп жұқартып алам. Бұл маған соңыра оформлениеге қажет болады. Барлық жұмыртқаның ақ пайда қасқан жерлерінің бәрін осындай домалақтап алып жатырмын. Міне 2 жұмыртқадан менде осындай шықты домалақтар. Енді қалған жаңағы кесіп тастаған жұмыртқаларымыздың бәрін уақтап турап аламыз. Теркадан өткізсеңіз де болады. Бірақ мен осы уақтап турап тастап жатырмын. Жұмыртқамның сарысын да турап тастаймын. Бұл салаттың ортаңғы бөлігіне кететін болғандықтан осылай турай беріп жатырмын. Енді жаңағы тәрелкеге жинап жатырған салатымды әрбір қабат сайын майонез салып тұрам. Енді менде 3-ші қабаты бұл картошкаларым жаңағы турап алған. Енді мен салаттың биік болған, дөңес болып тұрған өте жақсы көрем. Сондықтан да биік қылып жасағанды өте богатый болып тұрады, солай жасағанды жақсы көрем. Өзім ұстанымым сондай. Сондықтан да бұл салатты да сондай биік қылып жасайын деп жатырмын. Енді жаңағы турап алған сәбізімді де салдым. Сәбізді де пісіріп салсаңыз да болады. Өзіңіздің ойыңызда қандай бір идея бар, соның бәрін пайдалана беруіңізге болады. Міне жұмыртқаны да салып тастадым. Енді менде ең соңында қызылша қалды. Енді қызылша кішкене түсі айналаның бәрін бүлдіретін болғандықтан бұл қызылшаны ең соңынан қалдырдым. Бетін осы қызылшамен жабатын боламын. Достар, менің арнамда осындай салаттардың, жеміс-жидектерді әдемі етіп тураудың, тәтті тоқаштардың, ұлттық тағамдардың, ыссы тағамдардың, түрлі
жаңа заманауи салаттардың рецептлары өте көп, кіріп қарауларыңызға болады. Осы видеоның астына да мен сілтемелер қалдырам. Енді жаңағы үккіштен өткізіп алған қызылшамды осылай үстіне орналастырып жатырым. Тегістеп, енді оның бетін майонезбенен жауып жатырмын. Майонезбенен қызылшаның түсі өте әдемі болады. Сондықтан да осы мен қалған осы майонездің бәрін осының үстіне жағып тастап жатырмын. Салаттың дәмді болуы ол осы қоспасында майонезде. Майонезбен қосылған салаттардың майонезі өте көп болса, өте сочный, жақсы болады. Міне, енді жаңағы домалақтап алған жұмыртқаларымнан осындай гүл жасайым. Осы екі жұмыртқаның алған гүл, сол бір 3 гүлге жету керек. Көріп тұрсаңыздар, енді өте қарапайым салат. Бірақ дастарханыңызды әдемі қылып жайнатып жібереді деп айта алам. Қалауыңызша қияр, тұздалған свежий қиярлар қосуға, помидор қосып жіберуге де болады. Оны өзіңіз білесіз енді. Енді осы петрушкалардың мен осындай гүлді түрін алдым. Енді осы петрушкаларды қалай орналастырсам екен деп ойлап, осы жан жағына осылай қылып қойсам қалай болады екен деп қойып көріп жатырмын. Міне осындай салат шықты. Енді жаңа гүлімнің ортасына жаңа морковтардан кішкентай алып қалып, жасаған гүлімнің ортасына орналастырып жатырмын. Енді түсіп кетіп жатыр. Өйткені менің салатым дөңес болғандықтан тұрмай жатыр. Соны тұрғызуға әрекет жасап жатырмын. Міне осындай менде салат шықты. Осындай енді кішкенеден кейін қызылшамыздың түсі бұдан да жақсы болады. Алғашқы түрі жасаған бойдағы. Міне енді бір жарты сағат тұрғаннан кейін осындай әдемі түрге бөленді. Құрметті көрермендерім, мен осымен бейнемді аяқтаймын. Егер ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Менің арнама кіріп тұрыңыздар. Әзірше қош сау болыңыздар.